Саламатсызба көрермен. Қалай көк тамыр түйілсе, варикоз түйілсе жазуға болады. Бүгінгі видео осы сұраққа жауап болады. Ал келесі видеом жүгерінің жүрекке дауасы туралы болмақ. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген хал емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Варикоз, яғни аяқтағы көк тамырдың түйілуі кезінде мына амалдарды жасап көріңіз. Сарымсақтың, чесноктың тазартылған тілімдерін ұсақтап кесіңіз. Оны сары маймен 1:2 мөлшерінде араластырыңыз. Дайын қоспаны тамырлары көрініп тұратын жерге жағып, жылы орамалмен орап тастап ұйықтаңыз. Таңертең аяқты жақсылап жуып, жылы шұлық күйіп алыңыз. Қызанақ: 2 жасыл қызанақты, помидорды кесіп, тамырдың үстінен басып, бинтпен орап тастаңыз. 3 сағаттан соң бинтті шешіп, аяқты жылы суда 15 минуттай ұстау керек. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.